Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Манат. Бүгін біз духовкада пісетін балық дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге бір дана балық және осылай 5 немесе 4 штук картопымыз осылай жұқалап турап, тазалап осылай жұқалап турап алуымыз қажет, және 1 штук лимон және 1 помидор, яғни қызанақ қажет болады бізге. Барлығын осылай турап алуымыз қажет. Өздеріңіз қалауларыңыз бойынша салмасын өзгертіп қоса берсеңіздер болғаны. Балығымыз осылай ішін ашып тазалап аламыз жақсылап. Және осылай арасын бөліп алатын боламын. Өйткені маған лимон салатын боламын, және сол лимонның дәмі балыққа өте керемет дәм беретін болады. Осылай бірнеше бөлікке бөліп алдым. Енді осылай сәл тұз сеуіп аламын. Содан соң сұйық майымды құйып аламын. Бетін, астын және ішін майлайтын боламын. Өйткені духовкада піскенде құрғап қалмау қажет. Майымен әдемі болып піседі, сондықтан міндетті түрде сұйық май қосуларыңызды ұсынамын. Және қара бұрыш себетін боламын. Бар жоғы мен 3 қана зат қосатын боламын барлығына. Және осылай картопымызға да сұйық май, тұз, бұрыш қосып осылай жақсылап араластырып аламын. Ендігі кезекте ыдысымызға пергамент қағазын төсеп, фольга болса фольга төсесеңіздер де болады. Осылай лимонымызды арасына кескен жерімізге тығып, балығымызды сәндейтін боламыз. Өте керемет дәм береді. Міндетті түрде лимон қосуды ұмытпаңыздар. Дәм ерекше дәм береді. Енді картоптарымыздың арасын осылай қызанақ салып, барлығын картоптардың араларына қызанақ салып, әсемдейтін боламын. Бұл помидор, яғни қызанағымыздың өзі картопымызға өте керемет дәм береді. Барлық картопымды осылай салып шығамын. Міндетті түрде осы әдіспен дайындап көріңіздер. Өте оңай, көп затты қажет етпейді және өте тез піседі, дәмді болып шығады. Сондықтан міндетті түрде осы әдіспен дайындап көріңіздер. Және менің YouTube каналыма комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Барлығын осылай әсемдеп шығатын боламын. Піскеннен кейін түрлі соустармен жесеңіздер де болады. Бұның бетіне түрлі дәмдеуіштер сепсеңіздер де болады. Мен тек қана араларына септім. Өз қалауларыңызша жасасаңыздар да болады. Және қалған лимонымды осылай беттеріне әсемдеп қойып шығатын боламын. Ол өте керемет дәм береді картоптарымызға. Менің YouTube каналыма жазылып, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Және қалған майымды осылай жұқалап бетіне сеуіп шығамын. Көп майды да қажет етпейді, тек құрғап қалмаса болғаны. 180 градусқа пешімізді 30 минутқа салып аламыз. Міне балығымыз пісіп шықты. Қараңыздар, өте керемет. Көрінісі қандай керемет, ерекше. Картоптарымызда ешқандай күйіп кетпеген, балығымызда күймеген, түрінен көрініп тұр, өте керемет піскені. Осылай ыдысымызға салып, түрлі әдіспен әсемдесеңіздер де болады. Міндетті түрде осылай жасап жеп көріңіздер. Лимонның дәмі балыққа дәм береді, өте керемет дәм береді. Аз ғана уақытта дайын болатын осындай дәмі ерекше балықта міндетті түрде жасап көріңіздер. Қараңыздар, еті сүйегінен ажырап, қараңыздар, өте жұмсақ болып піскені көрініп тұр. Яғни мариновкасы да барлығы жақсы болған деген сөз. Ешқандай қатпай, ешқандай күймей піскен. Қараңыздар, барлығы керемет.
Осылай қонақтарыңызға ұсынсаңыздар да болады. Міндетті түрде менің каналыма жазылып комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.